Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге түскі асқа не болмаса кешкі асқа бар жоқ 10 минут уақытыңызды алатын тағамның түрін ұсынатын боламын. Ол үшін ыдысымызға макаронымызды саламыз, ұсақтап тұрылған тауық етін үстіне саламыз. Кейіннен консервіленген кукурузды барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне құймамызды дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне сүт құямыз. Су. Дәміне қарай қара бұрышты. Тұзымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Яғни жұмыртқамыз бен сүтіміз бірігуі керек. Енді осы құймақты макаронымыздың үстіне құйып шығамыз. Енді осының үстіне үкіштен өткізілген сырымызды үстіне сеуіп шығамыз. Менде мұнда сулунгуни сыры, сіз өзіңіз қалауынша қандай сырды ұнатасыз, сол сырды қолдансаңыз болады. Сырымызды сеуіп болғаннан кейін үстіне фольгамызды жауып, қызып тұрған пеште 200 градуста 30-40 минутқа қоясыздар. Фольгамызды жақсылап тұрып жауамыз. Шеттерін бәрін мықтап. 30-40 минут уақыт өткеннен кейін фольгамызды аламыз. Міне сырымыздың беті ағарып тұрғандықтан осыны сәл тағы қызарғанша духовкаға қойып аламыз. Міне тағамымыз дайын. Өте ерекше құнарлы тағамдардың бірі. Ішіндегі барлық макарондай, тауықтың етінде барлығы пісіп шығады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге осы видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, алда жаңа видеоны өткізе алмас үшін қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ал ендеше астарыңыз дәмді болсын.